Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечталась всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. Білімімді арнайтын, отанымды қорғайтын, лаңкестікті даттайтын, адалдықты жақтайтын, шуағымды шашатын, асулардан асатын, ғарыш сырын меңгерген, ынтымақты тең көрген, менмендікті жеп көрген, қазаққа қызмет ететін, арманына жететін, заңды жақсы білетін, алға қарай жүретін, қайырымды елімнің, салтанатты жерімнің, толықтырам сенімін, абыройын жігерін. Намысын қолдан бермейтін деп, біз бүгінгі білімім отаным атты мерекелік іс-шараға жиналып отырмыз. Армысыздар жиналған ұстаз оқушылар, армысыздар қадірменді қонақтар мен ата-аналар. Мереке іс-шарасыз өмірдің мәні болмас, арамыздан талпынып, қағар қанат, 11 жылда ой санасына таныған жас. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Құрметті Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы және қадірменді қонақтар, ұлағатты ұстаздар және оқушылар, бүгін кең байтақ отанымыз Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі білім ордаларында 2024-2025 оқу жылының білімім отаныма мерекелік іс-шарасы өткізілуде. Мерекелік іс-шарамызға қош келдіңіздер. Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің 41 түлегі үлкен өмірге қанат қағуда. Мектебімізден түлеп ұшып отыр. Еңбегін ел мерейін асыруға жұмсаған, аяулы ұлдары мен қыздарының даңқын асырған, айтулы мерекелердің бірі саналатын білімім отаныма салтанаты да біздің мектебімізге келіп жетті.
Ел іргесі кеңіп, босағасы берік, шаңырағы биік болар, бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіз, азат өміріміздің әр жылы, әр күні өзіндік ерекшелігімен өтуде. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, 2025 түлектерін шақырамыз ортаға. Ендеше 11-ші А сыныбының мектеп бітіруші түлектерін ортаға шақырамыз. Сынып жетекшілері Мұрзакенов Айдын Өкенович және де Жұман Төрехан Тұрсынбайұлы, түлектердің тәрбиешісі Абибуллаев Жахангир Қалдарұлы да келеді. Қол соғып қошеметтеп ұстаздарымызбен бірге түлектерімізді қарсы алайық. 11-ші А сыныбының жетістіктері алтын белгі төс белгісіне үміткерлер, 6 түлек, үздік аттестатқа үміткерлер, 3 түлек, 5 түлек жоғары оқу органдарының грант иегерлері атанды. 1 түлек Абу-Дабида орналасқан Нью-Йорк университетінің грант иегері, халықаралық олимпиада жүлдегерлері, халықаралық түрік тілі олимпиадасы жүлдегерлері, халықаралық жарыстар жүлдегерлері, республикадалық және облыстық пән олимпиадасы жүлдегерлері, ғылыми жобалар жарыстарының жүлдегерлері, лингвистикалық олимпиада жүлдегерлері, шахматтан әртүрлі жарыстар жүлдегерлері, қазақ күрес, садақ ату, футбол, волейбол ойындарының жүлдегерлері 2023-2024 оқу жылының өзін-өзі басқару ұйымының мүшелігі атқарады. Жігіттер 11-ші Б сыныбының мектеп бітіруші түлектерін ортаға шақырамыз. Сынып жетекшілері Турашева Гүлназ Махметовна, Тоқсанбай Нұрлыхан Ержанұлы, түлектердің тәрбиешісі Сайдалы Жанарман. Қол соғып қошеметтеп ұстаздарымыз бен түлектерімізді қарсы алайық. 11-ші П сыныбының 2024-2025 оқу жылындағы жетістіктері алтын белгі төс белгісіне үміткерлер 1 түлек, үздік аттестатқа үміткерлер 1 түлек, жоқ грант иегерлері 3 түлек, республикалық және облыстық пән олимпиада жүлдегерлері 2023-2024 оқу жылының мектеп президенті, 2023-2024 оқу жылының өзін-өз басқару ұйымының мүшелері, көңілді тапқырлар лигадасының командасы, 2024 жылғы жетісу жайдарман ашық лигасының вице-чемпиондары, Ырыс Қадам қайырымдылық қорының мүшелері, медиа клубының белсенді қатысушылары, елбасы қола медалінің иегерлері, қазақ күресінен спорт шеберлері үміткерлер бар. Мектебін алтын ұя жарқыраған, ұстаздың бұлақ көзі сарқыраған, шыңдалып шыңға қарай қанат қақтың, шарықта жас қыраным ақ жол саған, алдарыңда өмірдің түр өткелі, қанат қақсын көңілдің жыр кептері. Сәтті сапар тілейміз қадамыңа Талдықорған қаласының білім инновация лицейінің 2025 жылғы түлектері. Лицей Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына тек тұр.
Жолдайды қала әкімі түлектерге ақ тілек, өмір деген үлкен жолда ақ жол тілеп, бақ тілеп, ажырамай халықтан бір елесіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз бергелі құрметпен өзіңізге түлектерге арналсын, тілегіңіз деп құттықтау сөзді Талдықорған қаласының әкімі Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлына және де Талдықорған қаласының білім инновация лицейі директоры Әшірметов Айбек мырзаға береміз. Мектеп мақтаныштарын марапаттау үшін ортаға шақырамыз. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, қадірлі ұстаздар және ата-аналар. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Міне тағы бір оқу жылы сәтті аяқталып, қаламызда 1442 түлегі мектеп бітіргелі тұр. Олардың 1060-ы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірді. Түлектердің 45 алтын белгі үміткері болса, ал 68 оқушы үздік аттестатқа ұсынылып отыр. Бұл сіздердің тынымсыз еңбектеріңіздің, ұстаздарыңыз бен ата-аналардың қолдауының жарық нәтижесі деп санаймыз. Қадірлі ұстаздар мен ата-аналар, бүгінгі таңда Талдықорған қаласының білім беру саласында қарқынды дамып, айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізуде. Соңғы жылдары қалада жаңа білім беру мекемелері саны артып, оқушылар үшін сапалы, ал әр қолжетімді білім алуға барлық қажетті жағдайлар жасалуда. Соның жарқын мысалы, өздеріңіз білетіндей, биыл мынау сәуір айында құрылысы басталған 300 орынды заманауи білім инновация лицейі. Бұл жаңа оқу ордабасы ғылым мен технологияны меңгеруге ұмтылған жас ұрпақ үшін берік тұғыр болады деп сенімдеміз. Енді мына бүгінгі мектеп бітіріп атқан бүгінгі түлектерге тілерім, сіздердің өмірлеріңіз бәріңіз алдында. Балалық шақпен бүгін қоштасып атсыңыздар. Әрқайсың жеке үлкен тұлғасыңыздар. Әрқайсың біздің мемлекет үшін орындарың ерекше және бөлек. Әрқайсыңызға біздің мемлекет үлкен сенім артып тұр. Ертең білікті, мықты маман боласыңдар деп біз сенімдеміз. Абай атамыз айтып кеткендей, осы біздің тәуелсіз, әділ жаңа Қазақстанымыздың бір кетігін тауып, бар қаланыңға біз сенімдеміз. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Өмірлерің алдарда тек қана жақсылық болсын. Өмір енді былай, ағы да бар, қарасы да болады. Бәрі ақ болмайды. Бірақ өмір деген сол. Сіздер енді мынау мектепте алған тәлім тәрбиелерің, ата-аналарыңның, ұстаздарыңның алған тәлім тәрбиелерің болашақта мынау жоғарғы білім оқуға түскенде мен ойлаймын өте керек болады. Сондықтан бәрлеріңізге мен сенемін. Мықты, білікті азамат боласыңдар деп өте үлкен сенімдемін. Ертең біздің Талдықорған қаласының атын шығарып, мынау жігіт, мынау мықты жігіт қай жақтың жігіті дегенде, мынау Талдықорғанның жігіті, білім инновация лицейінің түлегі деп біз мақтаныш тұтынып отырайық сіздерге. Арттарыңда ұстаздарыңыз бен ата-аналарыңда сіздермен мақтаныш тұтынып отырсын. Әрбір жетістіктеріңізге сіздердің тәрбиелеп отқан мына ұстаз бен ата-аналарыңыздың үлесі үлкен екендігіңіз ұмытпаңыздар. Мектеп бітірушілер түлектерге мен үлкен сәттілік тілеймін. Ал барлық оқушыларға қызыққа тойлы, жайдарлы демалыс тілеймін. Соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Ақ жол жас түлектерге тілеймін. Бүгінгі мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Ағай, біздің үздіктерді марапаттауға осында қалсаңыз. Үздіктерді марапаттауға. Әр оқу жылы өзімен бірге жаңа жетістіктер мен жарқын сәттерді алып келеді. Білім жолында үздік көрсеткішке қол жеткізген оқушыларымызды марапаттау ерекше қуаныш сыйлайды. Сондықтан осы бәріміз бір маңызды әрі қуанышты сәтте мектеп мақтаныштарын марапаттауға рұқсат етіңіздер. Ендеше, Исмағзи Исатай информатика пәнінен 21-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасы бірінші орын. Құрмет қошеметтеріңіз.
Сайлаубай Әлтайыр қашықтықтан Азия тынық мұхиты математикадан халықаралық олимпиадасына және де математикадан халықаралық жібек жолы олимпиадасы 3-ші орын. Әділбек Жақсылық жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушылары республикалық олимпиаданың 4-ші кезеңінен 3-ші орын иегері. Тақатбек Ерқат жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушылары республикалық олимпиаданың 4-ші кезеңінен 3-ші орын иегері. Базархан Ескендір жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушылары республикалық олимпиаданың 4-ші кезеңінен 3-ші орын иегері. Үлкен рахмет. Марапат алған жарыстың үздіктеріне бір қошеметтеріңіз болса. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет ұстатқансың қаламды, сол үшін де мәңгі сыйлап өтермін, түсіндірген жақсы менен жаманды дегенде келесі әнді ұстазым әніне берейік. Өнердің маған сыйын деп білемін, өзіңді жанға шәкірт болғанымда, толқынған балапан ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы, ұстазға деген ыстық сағынышым бір әнге қалай ғана сый алады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге жүрегім барған, өзіңнің арған биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қарлары жаныма сіңіргенше тоқтамады. Алдымнан шықты бүгін қолын бұлғап, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым, талпынған балапаным ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы, ұстазға деген ыстық сағынышым бір әнге қалай ғана сый алады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге жүрегім дархан, өзіңнің арқан биікке шықсам егерде. Менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге
жүрегім дархан өзіңнің арқан биікке шықсам егерде ұстазым менің қамқорым едің баулыған асыл өнерге жүрегім дархан өзіңнің арқан биікке шықсам егерде. Көп рахмет. Құрметті қошеметтеріңіз, ата-аналарға бүгін ерекше алғыс айту ол біздің парызымыз. Сол себепті осы сәтте сөз тізгінін жүректері толқып тұрған ардақты ата-аналарымызға берсек дейміз. Сахна төріне түлектеріміздің ата-аналар атынан сөйлейтін Дөтей Валия апай мен Лесов Еркеғали мырзаны шақырамыз. Ата-аналарымызға қошемет. Құрмет қошеметтеріңіз. Армысыздар, қымбатты қонақтар, ұстаздар, ата-аналар. Міне 5 жыл сапалы білім алып, ұядан шыққалы отырған біздің осы 2025 жылғы барлық түлектеріміз, ұлдарымыз. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі барлығымызға құтты болсын. Бүгін біздің жиналып отырған осы дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім инновация лицейіне 5 жыл бұрын немеремді өзім жетектеп әкелген едім. Енді бүгін сол таңдауымның қате болмау нәтижесін жоғары болуын қуанышпенен жеткізгім келеді. Тәрбие беру, оқыту, жетілдіру оңай іс емес. Алайда біздің лицейдің мақсаты негізгі білім менен тәрбиені қатар алып жүруі екенін біз түсіндік осы жылдардың ішінде. Яғни ата-аналардың, оқушылардың оқу процестері менен тәрбиесіне араластыру жақсы үрдіс болып қалыптасқанын көзіміз жетті. Мәселен, мектеп ата-ана байланысы, ұстаздар менен ата-ана байланысы, сынып жетекшілері менен ата-ана байланысын өте жоғары деуге болады. Bir сөзбен айтқанда осы оқытып жатқан балаларымыздың ата-анамен бірге дамиды деуге болады. Сондықтан мен де осы немереммен бірге осы 5 жыл осы белді оқып шыққандай болып тұрмын. Міне осындай жүйелі әрекет, қоян-қолтық жұмыстаудың арқасында түлектер үш тілді меңгеріп, және өзі үлкен білімдерді меңгеріп шыққанына біз көзіміз жетіп отыр. Осыны дайындап отырған мұғалімдардың білімдерінің жоғарылығына, басқадай барлық ұйымдастырып отырған жұмыстардың барлығына біз енді өте ерекше, өте жоғары баға беріп отырмыз. Оның дәлелі менің ойымша кәсіби бағдар беру мақсатында әсіресе биыл бітіретін түлектердің ерекше көңіл бөліп жоғары оқу орындарына, тарихи қалаларға саяхаттау жүргізгені ерекше бағдарлама болды. Айта кетсек, жетістіктен өте көп лицейіміздің енді міне ұжымына бүгінгі мынандай үлкен білім беріп отырған органның енді қандай бір сапалы дүниесіне біздің көзіміз жетті. Сондықтан менің енді немерем де осы мектепті жақсы бітіріп жатыр деп үсті бойлап қуанып отырмын. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын. Мектеп ұжымына, барлық пән үйрететін мұғалімдарға, класс жетекшілеріне, ұстаздарға, класс жетекшілеріне және тәрбиешілерге менің енді алғысым шексіз. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын, балалардың енді келешек жолы ашық болсын, барлығымыздың осы отырғанына балалардың бәрі осы балалардың жолын бере берсін жыл сайын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Келешек өмірлеріңізге барлық отбасына бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау, аман есен болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар, құрметті оқушылар және бүгінгі салтанатты жиынның қонақтары қалалық әкімдіктен келіп отыр екен. Барлықтарыңызды бүгінгі мектеп бітіру кешінің мерекелік салтанатты кешімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүгін
біз үшін мереке күн, толқу үстіндеміз. Ата-аналар ретінде балаларымыз мектеп бітіріп жатыр. Кеше ғана осында емтиханға, конкурсқа келген едік. Бүгін демнің арасында енді мектеп бітіріп жатыр. Бұл біз үшін қуаныш. Осында отырған әрбір ата-ана үшін қуаныш. Ата-ана ретінде және өзімде 14 жыл мұғалім болған мұғалімдердің, ұстаздардың әріптестер ретінде мектептің ұжымына үлкен алғыс білдіремін. Ашырметов Айбек ағайымыз басқарған мектеп ұжымы өте ынтымақты, өте жемісті істер атқаруда. Балаларымыздың болашағы үшін күн түн демей тәрбиешілеріміз, ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз барлығы аянбай еңбек етті. Барлығына зор алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіз әрқашан жана берсін, шәкірттеріңіз әрқашан алда озық болып, елдің тізгінін ұстайтын азаматтар бола берсін. Ал құрметті ата-аналар, сіздерге тілейтінім, балдарыңыз Құдай қаласа еліміздің жақсы жоғары оқу орындарына түсіп, өмірде өз жолдарын тауып, елге адал қызмет ететін азамат болып шыға берсін. Ал құрметті оқушылар, сіздерге бітіруші түлектер дейміз. Сіздерге енді тілейтін тілегіміз, бүгін кеше бағана бала едіңіздер, бүгін жігіт болдыңыздар. Бүгіннен бастап еркін өмірдің, жауапкершілігі бар өмірдің баспалдағын, белесін басайын деп тұрсыздар. Құдай қаласа алдарыңыздағы ОБТ емтиханын жақсы тапсырып, қалаған оқуларыңызға түсіп кетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Армандарыңыз орындала берсін. Ата-аналарыңыздың үмітін ақтаңыздар. Ата-аналарыңыз сіздерден, мұғалімдеріңіздің үмітін ақтаңыздар. Тәрбиешілеріңіздің үмітін ақтаңыздар. Олардың сіздерден тілейтіні тек бір ғана нәрсе, адал болу, ел үшін еңбек ететін, аянбай еңбек ететін азамат болу. Сол үмітті ақтай біліңіздер. Және әсіресе тағы да атап өтіп, рахмет айтқым келетін, бұл ата-аналардың атынан біздің тәрбиешілерімізге көп алғыс білдіреміз. Ол кісілер біздің балаларымыздың бойында үлкен рух, мықты сенім, жауапкершілік пен еркіндікті қалыптастыра білді, дарыта білді. Бір әкенің жасай алмаған ісін бәлкім жасай білді. Сондықтан да тәрбиешілерге де мың алғыс. Бүгінгі мереке, бүгінгі күн, қуаныш бәріңізге ортақ, бәріңізді шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар. Үлкен рахмет. 7-ші сынып оқушысы Бейсенбай Ғұннұрдың орындауында мектеп бітіруші түлектерге арнау әнін қабыл алыңыздар. Мектебімнің үлгі тұтар жастар өзің, аға болып ақыл айтқан бастап өзің, қиын сәтте демеу болған бізге де өзің, аға буын түлектер. Сен де біздей жеткіншек боп бастап едің, біздер жүрген мотбалдақты басқан едің. Бүгін түлек болдың, енді сенің орның, ағаларың жоғары оқу орнында. Сен де біздей жеткіншек боп бастап едің, біздер жүрген баспалдақты басқан едің. Бүгін түлек болдың, енді сенің орның, ағаларың жоғары оқу орнында. Армандарға өзің құрған жетші аға, ұбт-да ең жоғарғы көрсет баға. Оқу орның болсын шетел үлкен қала, аға буын түлектер. Сен де біздей жеткіншек боп бастап едің, біздер жүрген мотбалдақты басқан едің. Бүгін түлек болдың, енді сенің орның, ағаларың жоғары оқу орнында. Сен де біздей жеткіншек боп бастап едің, біздер жүрген баспалдақты басқан едің. Бүгін түлек
біздер жүрген баспалдақты басқан едің. Бүгін түлек болдың, енді сенің орның, ағаларың жоғары оқу орнында. Сен де біздей жеткіншек боп басқан едің, біздер жүрген баспалдақты басқан едің. Бүгін түлек болдың, енді сенің орның, ағаларың жоғары оқу орнында. Ағаларың жоғары оқу орнында. Ұшырса да өмірден талай қысын, ұстаздар тиянақтар алған ісін, тыншымай асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің мың алғысын дей отыра шәкірттерді алғыс айтуға шақырамыз. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, қадірлі қонақтар, міне, көзді ашып жұмғанша өміріміздің соңғы баспалдаған сәтіне де келіп жеттік. 11 жылдық жол бала арманымен басталып, болашаққа үмітпен аяқталып отыр. Мен бұл лицейге 7-ші сыныпта келдім. Алғашқы күндерім, жаңа достарым, жаңа ұстаздарым әлі де есімде. Бейтаныс орта біртіндеп екінші үйіме айналды. Әрбір күнім жаңа тәжірибе, жаңа сабақ, жаңа естелік болды. Ал енді ұстаздарым, сіздерге алғысым шексіз. Сіздер бізге тек қана білім емес, өзіндік құндылықтарды да бердіңіздер. Сабырмен әрқайсымыздың жүрегімізге жол таба алдыңыздар. Біздің әрбір жетістіктеріміздің алдында өздеріңіз тұрсыздар. Ал енді аяулы ата-аналарым, сіздерге үлкен алғыс. Себебі сіздердің қолдауларыңыз бен мейірімдеріңіз бізге үлкен күш болды. Біз қуанғанда сіздер қуанып, қиналғанда демеу болдыңыздар. Ал енді осы 5 жыл бойы бірге күлген, бірге қиналған, бірге өскен сыныптастарыма да алғыс айтамын. Біз әрқайсымыз өз жолымызға кетсек те, ортақ ескеліктеріміз жүректе мәңгі қалады. Ал енді мектептегі ағаларым, өзіммен кіші інілерім, сендерге де алғысым шексіз. Себебі сендердің арқаларында мен өзім кішілік ізет пен ағалық құрмет көрдім. Мен өзімді аға ретінде сезініп көрдім, және іні ретінде еркелей алдым. Ал енді қоштасу бұл сон емес, бұл жаңа өмірдің бастамасы. Рахмет саған, Алтын ұя лицейім. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, артымыздан ерген інілеріміз. Бүгін біз үшін ерекше күн. 5 жыл бойы бала көңіл армандармен өрілген мектептегі өмірмен қош айтыса отырып, үлкен өмірге қадам басатын ерекше сәт. Ең алғашқы алғысымызды ұстаздарымызға бергім келеді. Ұстаздарымыз, сіздердің айтқан әр сөздеріңіз, берген әр сабақтарыңыз біздің мәңгі есімізде қалады. Қадірлі ата-аналар, сіздерге де алғыстарымыз шексіз. Сіздердің бізге берген қолдауларыңыз, қолдап қолпаштап жүргендеріңіз барлығы біздің мәңгі есімізде. Сіздерге мәңгі ризамыз. Құрметті артымыздан ерген іні бауырларымыз, сендерді лицейдің абыройын одан әрі асқақтатып көтереді деп сенеміз. Құрметті менің жанымда жүрген алтын сыныптастарым, сендерге де мың алғыс. Себебі сендермен бірге өткізген сәттер, қуаныш пен күлкі, қиындықтардың барлығы естен кетпейді. Естен кетпес 5 жыл үшін рахмет саған лицей. Құрметті көрермендер, қарсы алыңыздар 11-ші Б сыныбының атынан көрініс, естелік. Жетінші сынып, естелік. Көзіміз мөлдіреп лицейге алғаш рет келдік. Карантинде оқығандықтан, зумнан көрген сыныптастарымыз шынайы өмірде мүлде басқаша екен. Барлығы бір-бір үйдің елкерелері. Тәрбиешіміз төсек жинауды алғаш рет үйретті. 90 соңында болатын 5 күндік камптар біз үшін жетпей қалатын. Біз 7-ші сыныпта осылай сағынышымызды баса алмай еске аламыз. 8-ші сынып, естелік. Өзімізді бірінші рет аға сезінген сәт. Өзімізге көп деген жауапкершілік алып,
кіші інілерімізге үлгі болатын кезең. Ол кездегі ойым сабақ емес еді. Жалпы бір күн ойна доп тепсең, соның өзі бір қуаныш еді. Және де бір күннің ойынмен қалай өткенін білмей қалатын кезең. Естелік 9-шы сынып. Лицейді үйімізде көріп, сәл еркінсіп қателіктер де жасаған кездер болды. Ең қызығы, өзіміздің кемшіліктерімізді кіші сүтлеуге, оларды жасыруға тырыстық. Олимпиадалардан орын алып, басқа қалаларға сыныбымызбен сапар шеккен кез. Мектептегі қоғамдық іс-шараларға ат салысып, мұғалімдердің көзіне көріне бастаған кез. Естелік 10-шы сынып. Шыны керек, ештеңе естіге қалмапты, тез өтіп кетті ғой төр. Естелік 11-шы сынып. Не жыларымызды, не күлерімізді білмей тұрмыз. Көзді ашы жұмғанша осы бітіретін сәтке де келіп қалдық. Басында жылдың басынан бірден ұбт-ға дайындыққа кірісіп кету біз үшін қиын болды. 7-ші сыныптағы өзіммен салыстырсам, қазір қалай қатты өзгергенді байқаймын. Өз үйімдегідей қарсы алатын осындай жылы екінші үйімнің барына қатты қуанамын. Осы лицейдегі 5 жылды ешқандай дүниеге айырбастамас едім. Рахмет саған, лицей. Қош айтысып балалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне, тұғырыдан түлеп ұшқан жас қырандар аттанып барады өмір көктеміне. Мектеп бітіруші түлектерді қоштасу вальсіне шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Жайнайды болып гүл, әдемі бәрі қандай. Соғып тұр, жүректер қоңыраудай. Мектебім алғашқы ұстазым, астық қой бәрі. Шалалығым, балалығым, партада қалады. Төгіліп, шалқайды ән шарықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Арманмен қиялға ереміз, өмірдің заңы күшті. Сөмкемес мектепке келеміз, арқалап сағынышты. Сағындым мектепті, сағындым, ақпан тек таққан қызды. Сол күндері ол білмеді сезімімді ізгі. Төгіліп, шалқайды ән шарықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Шалқайды ән шарықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс, құстай қалықтайды.
11 А сынып ата-аналар мен оқушыларына құрмет қошеметтеріңіз. Ендеше келесі кезекті қоштасу валесі 11 Б сыныбына береміз. Ал енді келесі әніміз түн ұйқысын төрт бөліп тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, бәбелеп өсірген асқатты да аяулы қадірлі аналарымызға арналады. Қабыл алыңыздар. Солғанша гүлім көзді тоңып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ер ана деп адам, жер ана деп адам. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнадым ән саған. Қарыз бөзәжім ақ шашыңа, көзіңнің жасына. Өзіңсің бақыт бақшасы да, өмірдің басы да. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ер ана деп адам, жер ана деп адам. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнадым ән саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. Керемет, осындай керемет қоштасу вальс үшін ата-аналар мен түлектерімізге қошемет.
Ендеше аяулы ұстаздарға мерейлі мектебімізге арналған шәкірттеріміздің жүрек жарды қимай тұрмын әнін қабыл алыңыздар. Орындайтын 11-ші сыныптар. Құрмет, қошеметтеріңіз. Сынаптай уақыттың өткеніме мен өзім сағынып кетемін деп орманым аңсайды көк бөріде мен өзім берікпін әр сертіме сағынып өтемін мектебімде ағамның көл болған көздерінде сағынамын ұстазға сыныптасқа ашықтық тілеймін аспаныңа жаратқан бергенше таудай талап бармақтай бақ берсін бастарыңа қоштасқым келмейді мектебіммен уақыттың уалабы қатал әттең шығарып салыңдар мектебімнен мақтанышпен сыймай тұрмын өз-өзіме сыймай тұрмын сағынамын сағынамын лицейімді
Құрметті түлектеріміз, орындарыңызға жайғассаңыздар. Түлектерімізге құрмет қошеметтеріңіз. Қадірменді халайық, міне, бүгінгі мерекеміздің жан толықтар сәті де келген секілді. Соңғы қоңырау соғу рәсімін мектеп бітіруші үздік түлектер мен мектебіміздің оқу озаттарына тапсырсақ дейміз. Сыңғырла соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау, балаң қыз, балаң жігіт, алтын күнге ұмтылған санаңды үміт, ұяңнан ұш, қаға бер қанатыңды, шақырып тұр болашақ саған күліп. Ал құрметті берекелік іс-шараға жиналған көрермен қауым, үлкен өмірге ұшқалы отырған жас түлектерімізге сәт сапар тілеп, түлектерімізді шығарып салайық. Құрмет қошеметтеріңіз алдарыңызда Талдықорған білім инновация лицейі 2025 жылғы түлектері. Allah Resullarınız, bağındırar büyükleriniz жоғары болсын. Түлектерімізге құрмет қошеметтеріңіз. Қимадым сені, соңғы қоңырау, аттанар сәтте, түріңнен ау. Қимадым сені, соңғы қоңырау. Қызықпен талай, думанды кешкен, шығарма сонау, жолдарым естен. Алқынып арман тұнған жүректері, бұл күндағы өмірдің бір өткелі, орындалып ойлаған армандарың, қияшынға өрлеңдер түлектерім. Күтсін дейміз алдыңнан күліп бағың, жоғалмасын ата салт ғұрыптарың. Кір келтірме атана мектебіңе, өскен орта ұяңды ұмытпағын. Құрметті салтанатты жиынға жиналған қауым, білімім отаныма салтанатты жарияны жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Әр сынып, білімім отаныма атты тәрбие сағаттарыңызға кіруге рұқсат. Сау, сәлеметті болыңыздар.
заманды кешкен